Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Біз балықтар белгісіндегі жандарға да келіп жеттік. Балықтар белгісіндегі жандар, сіздерге апталық болжам 21-27 қараша аралығына. Бізде аптадағы маңызды әсер беретін жағдайлар: десятка чаш, семерка чаш. Жақындарыңызбен жақсы бір демалыс, қыдыру, уақыт өткізу болады. Қонаққа бару, бір отбасыңыздың, жақындарыңыздың ортасында өткізесіз бұл аптаны. Жақындарыңызбен бір қуанышты жағдайды, бір жақсылықты бөлісетін боласыз. Және де семерка чаш бұл көзіміздегі розовый очки шешіп, кез келген дүниеге дұрыс жағынан қарай білейік. Себебі алданып қалу, жаңа болмайтын нәрсеге сеніп қалу, көз байланып қалу деген сияқтылар осындай кездерде көп болады. Біреудің берген құр уәдесіне сеніп, жаңағы аспандағы айдалып берем деген нәрсеге сеніп, қолыңыздағы барыңыздан айырылып қалып жүрмеңіз. Келесі бізде аптада орын алатын жағдай: аптаның басында двойка мечи, асықпай ойланып шешім қабылдау, екі істің, екі жұмыстың, екі адамның арасында шешім қабылдау, таңдау жасау деген сияқты бір өзгерістер болуы мүмкін. Пятерка пентакль аптаның басында кішкене қаржылай құжалат болады, яғни қаржылай кішкене қиналуыңыз мүмкін. Қарыз, кредит болмаса қинауы мүмкін. Или болмаса біреуге берген қарызыңызды ала алмай кішкене қыжалат болуыңыз мүмкін. Пятерка пентакль, яғни қаржы жағынан кішкене кризисный момент. Аптаның ортасы восьмерка мечи. Восьмерка мечи жаңағы кез келген жаңағы істің, кез келген қиын ситуацияның кез келген жерден шығатын жол бар. Тек жаңағы асықпай ойлану керек. Қол аяғыңыз байлаулы, көзіңіз байлаулы сияқты бір қиын жағдай сияқты болып көрінуі мүмкін. Бірақ асықпай ойланып қарасаңыз, жаңағы бұл істен де, бұл ситуациядан да шығатын жол бар. Паж чаш жаңағы бір қиын жағдайдан шығу. Білмеймін, жаңа осы күнге дейін жаңа бір шешілмей жүрген мәселеңіз шешілуі мүмкін. Аптаның ортасында бір жақсы жаңалық естуіңіз мүмкін. Қуанышты хабар. Аптаның аяғы звезда, старший аркан, бір жақсы жаңалық, қуаныш. Аптаның аяғында паж пентаклей, қаржы, яғни ақша келеді. Аптаның аяғында қаржы жағынан бір қуанышты жаңалық естуіңіз мүмкін. Жұмыс жағынан, жақындарыңыздың арасынан жаңағы осы қуанышты хабармен жақындарыңызбен, яғни бөлісесіз аптаның аяғында. Келесі императрица, старший аркан, бағалы сыйлық қабылдау, бағалы сыйлық алу. Жаңағы бұл енді аптаға берілетін кеңес, тем более старший аркан болғандықтан, екінші жартыңызды кездестіру, жаңағы отбасылы жандар болсаңыздар, екінші жартыңызбен жақсы уақыт өткізуге тырысқаныңыз үшін екінші жартыңызға да уақыт бөліңіз. Бұл сіздерге аптаға берілетін кеңес. Ал екінші жартысы жоқ балықтар үшін жаңа таныстық, жаңа өзгерістер болып жатса, кездесуге шығып, бір жаңағы танысып, жақын араласып көруге болады. Осымен апталық кеңестеріңіз аяқталды. Сау болыңыздар. Келесі аптада аман есен жүздескенше лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.